Сәлем халқым, қазір жаз кезі, жусанның да емдік қасиеті бар. Жусан жинап, емдік қасиетін кәдеңізге пайдаланыңыз. Жусанның екі түрі болады: кермек жусан және боз жусан. Кермек жусанның қайнатпасы сәл қышқылдау болады. Оны гүлдемей тұрып жинап, көлеңке жерде кептіріп алу керек. Өкпе мен өнеш, сондай-ақ асқазанның қатерлі ісігіне ем. Жусанды дәріханадан да алуға болады. Бірінші күні 25 мг жусанды 200 мг суға қайнатып, бір мезгіл ішкен дұрыс. Екінші күні 50 мг жусанды қайнатып, 2 мезгіл ішу керек. Осылай күнара мөлшерін көбейтіп, 300 мг жеткенде таңертең 100, түсте 100, кешке 100 мг ішкен дұрыс. Мөлшерін одан асыруға болмайды. Таңертең тұнбаны ішерден бұрын жұмыртқаға бал араластырып ішіп жіберсе, әсері жақсы болады. Боз жусан. Жусанды гүлдемей тұрып жинап, кептіріп, ұнтақтайды. Содан ұнтақты 0,5 шай қасықпен күніне 5-6 рет астан кейін ішу керек. Осылайша бір аптадан кейін күніне 3 ретке дейін азайтуға болады. Болмаса, боз жусанды гүлдемей тұрып жинап, оны сығып, сөлін жинайды. Сұйықтықты мүмкіндік болса қысып, күніне 3 рет ас алдында ішу керек. Бірақ бұл емді қолданар алдын науқас кісіге дәрігер кеңесіне жүгіну керек.